Вағызсыз Құран түсіндіремін, part 1. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі уақытта лицензиясыз уағыз айтқан адамдардың барлығын жауапқа тартып жатыр. Сондықтан, мен сіздерге уағызсыз Құранды түсіндіремін. бүгін құмырсқа жайлы сөйлесетін боламыз. Әлемдегі ең кішкентай әрі ең әлсіз жәндік құмырсқа жайлы Құранда не айтылуы мүмкін деген сұрақ туындауы мүмкін. Бірақ бұндай сұрақ туындамасын. Құдай тағала құмырсқаның өзімен мысал келтіруден ұялмайды. Құранда құмырсқа жайлы арнайы аят бар. Тіпті 9 беттік құмырсқа деген сүре бар, яғни Ән-Нәмл сүресі. Нәмл сөзінің мағынасы құмырсқа. Бұл аятта құмырсқа мен Сүлеймен пайғамбардың диалогы өтеді. Мағынасы: Сүлеймен мен Сүлейменнің әскері құмырсқалардың ұяларына келген сәтте бір құмырсқа: "Әй құмырсқалар, ұяларыңа кіріңдер, Сүлеймен және оның әскері сендерді байқаусызда сындырып кетпесін" дейді. Бір ғана диалог болып көрінген бұл аятта Құдай тағала екі ғылыми жаңалықты 1400 жыл бұрын ашық қойды. Біріншісі, бұл аятта яхтиманнакум етістігін қолданады. Яхтиманнакум етістігінің түбірі хатама, тура мағынасы сындыру, бөлшектеу, майдалап тастау, үгіту деген мағынаны береді. Неге құмырсқа сындырып кетпесін деді? Неге езіп кетпесін демеді? 20 ғасырдың ғалымдары құмырсқаны зерттеген сәтте құмырсқаның 1% сынғыш зат, яғни хитиннан тұрады екен. Сыртқы бөлігі экзоскелет. Хитинға қатты нагрузка бергенде ол уатылып, майдаланып, сынып кетеді, яғни езілмейді. Бұны сынап көру үшін бір құмырсқаны өлтіруіңіз міндет емес. Бар болғаны балалық шағыңызда құмырсқаны қалай езгеніңізді есіңізге түсірсеңіз болады. Олар езілді ме? Әлде басы бір жақта, денесі бір жақта болып сынды ма? Бұл жай ғана кездейсоқтық па? Басқа кітаптарда кездейсоқтық болуы мүмкін, бірақ Алла сөздерін кездейсоқ қолданбайды. 1400 жыл бұрын микроскоп жоқ кезде бұны қалай білді деп ойласаңыз, Құран да Құдайдікі, құмырсқа да Құдайдікі. Осы аяттағы екінші ғылыми жаңалықты келесі видеода айтатын боламыз. Оған дейін сіздер ізденіп тауып қойыңыздар. Құран барлық ғасырларға арналған кітап. Ол тек бір уақыт немесе арабтар үшін, қазақтар үшін емес, бүкіл адамзатқа және барлық дәуірге арналған. Оның мағынасы уақыт өткен сайын ескірмейді. Уағызсыз Құран түсіндіремін, part 2. Бірінші видеодағы құмырсқа жайлы аятта құмырсқалар бір-біріне неге сындырып кетпесін деді дегенді талқылаған болатынбыз. Комментарияға бір кісі "мен сенбеймін" деп жазыпты. Мына құмырсқаның қай жеріне сенбейтінін түсінбедім. Құранда құмырсқа жайлы арнайы аят бар. Құдай тағала Құранды кіршіксіз жазғаны соншалықты бұл аяттың сырлары 1400 жылдан кейін ашылды. Қазір осы аяттың екінші ғылыми жаңалығын талқылаймыз. Арабша білмесеңіздер, бұл аяттың орысша мағынасын оқуымыз керек болады. Өйткені кейбір кезде қазақ тілінде жоқ заттар орыс тілі мен араб тілінде болады. Мағынасы: Одна муравьиха сказала: "О муравьи, войдите в свои жилища, чтобы Сулейман и его войска не сломали вас, не заметив этого". Неге муравьиха? Неге женский родта жазылған? Неге муравей деп жазыла салмаған? Бұл аятта нәмләх сөзі қолданылады. Арабшада сөздің соңында х әрпі, яғни тамар бута келсе, ол автоматически женский род болады. Яғни нәміл деп құмырсқаларға айтылса, нәмләх сөздің соңында х әрпі бар, яғни ұрғашы құмырсқаларға айтылады. Бұл кездейсоқтық па? Сіз бен біздің өмірімізде кездейсоқтық болуы мүмкін, бірақ Құранда кездейсоқ әңгімелер жазылмайды. Құмырсқаларды зерттейтін ғылым мирмекология деп аталады. Осы саладағы ғалымдардың қорытындысы: ұяның сыртында жүретін жұмысшы құмырсқалардың барлығы ұрғашы болады, бірақ бедеу болады. Ал еркек құмырсқалар тек ұрпақ көбейту үшін өмір сүреді және ұядан шықпайды. Бұл дәл қазір биологияда толық мойындалған факт. Бұны сіз Википедияға немесе ChatGPT-ға жазсаңыз да шығарады. Бұл жақын уақытта мойындалған жаңалық. Бірақ 1400 жыл бұрын бұндай жіңішке тақырыпты кім білуі мүмкін? Құмырсқалардың ұрғашылары сыртта жүретінін, ал еркек құмырсқалар ұядан шықпайтынын кім білген? Логика бойынша еркектер сыртта, ұрғашылар іште жүргені дұрыс емес пе десеңіз, құмырсқаларды еркек пен ұрғашыға бөлген Құдай, құмырсқаны зерттеген ғалымдарға ақыл берген де Құдай. Жаратушы өзінің жаратқандарын барлығынан жақсы біледі, және кім қызмет етеді, кім ұяда қалады, оны жаратқан шешеді. Айфонды шығарып жатқан Тим Кук айфонды барлығынан жақсы білсе, құмырсқаны жаратқан Құдай құмырсқаны барлығынан жақсы біледі. Уағызсыз Құран түсіндіремін, part 3. Қазіргі уақытта лицензиясыз уағыз айтқан адамдардың барлығын жауапқа тартып жатыр.
мен де жауапқа тартылып қалмас үшін сіздерге Уағызсыз Құранды түсіндіремін. алдыңғы екі видеода Құрандағы құмырсқа жайлы аятты талқылаған болатынбыз. Ол аятта Сүлеймен патша мен құмырсқаның диалогы жазылған еді. Бір кісі комментарияға: осы уақытқа дейін адамдар мен құмырсқаның сөйлескенін көрген жоқпын, өтірік деп жазыпты. Көке, біздің мақсатымыз көрмей сену. Біз Алланы көрместен сендік, пайғамбардың дауысын естіместен жақсы көрдік. Біз үшін Құранда жазылған Сүлеймен патша мен құмырсқаның сөйлескені оның жанында түк емес. Ал қазіргі кезек темірде. Адам баласы жаратылғаннан бері адамға ең пайдалы элемент темір берілді. Ғалымдар темір қалай жаратылды деген сұрақты қоймастан бұрын Құранда 14 ғасыр бұрын бұл сұраққа жауап беріліп қойды. Құранда темір жайлы арнайы аят бар. Тіпті 5 беттік темір сүресі бар, яғни хадид сүресі. Хадид сөзінің мағынасы темір. Аяттың мағынасы: біз темірді түсірдік. Онда қуатты күш бар және адамдар үшін пайдалар бар делінген. Бұл аяттың өзгешелігі біз темірді жараттық емес, біз темірді түсірдік дейді. Бұл аятта әзәлнә сөзі қолданылған. Әзәлнә сөзінің түбірі нәзәлә, түсу деген мағынаны береді. Бірақ бұл жерде нәзәлә сөзінен кейін нә тіркесі қосылған, яғни өздігінен түсті емес, біз түсірдік деген мағынаға келеді. Қазіргі заманның ғалымдары темірді зерттеген кезде темірдің жерден жаратылуы мүмкін болмаған тіршілік түрі болып шықты. Себебі жердегі ядроның ыстығы темірдің жаратылуына ыстығы жетпейтіні дәлелденді. Темір тек алпауыт жұлдыздар күшпен жарылғандағы ыстықтан ғана пайда бола алады. Лоуренс Кроуз, америкалық физик, космолог, темірді зерттеген сәтте былай деді: ауыр элементтер, соның ішінде темір, тек жұлдыздардың ішінде немесе олардың жарылысы кезінде түзеледі. Және екінші ғалым Нил Деграсс Тайсон, америкалық астрофизик, сенің қаныңдағы темір жарылған жұлдыздың ішінде пайда болды деген екен. Және бұл ғалымдардың еш қайсысы мұсылман емес. Яғни темір жерден пайда болуы мүмкін болмаған. Бірақ жұлдыздар жарылғандағы ыстықтан жаратылып жерге метеорит болып құлағаны дәлелденді. Және қазір біз күнделікті қолданып жүрген темірдің барлығы кезіндегі метеорит екені расталды. Бұндай ғылыми жаңалықты 1400 жыл бұрын Құран қайдан білді? Егерде Құран Құдайдың сөзі болмаған болса, сол кездің адамдары темір аспаннан түскенін қайдан білді? Уағызсыз Құран түсіндіремін парт 3. Үш емес, уже 4 екен. 4-ші бөлім. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі уақытта лицензиясыз уағыз айтқан адамдардың барлығын жауапқа тартып жатыр. Сондықтан мен сіздерге уағызсыз Құранды түсіндіремін. Өткен жолғы видеода біз темір жайлы аятты талқылаған болатынбыз. Және темір жер бетінде пайда болмағанын, аспаннан түскенін дәлелдедік. Комментарияға бір кісі: неке туралы айтыңызшы, бір адаммен 4 неке бола ма депті. Тәте, біз бұл жерде Құрандағы ғылыми жаңалықты талқылаймыз. Ал үйленіп бала тудыру ақылды қажет етпегендіктен біз бұл мәселені әр адамның өзіне табыстадық. Ал қазіргі кезекте бұлт. Біз қазіргі уақыттың өзінде бұлттар жайлы көп мағлұмат білмейміз. Бірақ 1400 жыл бұрын жазылған Құранда бұлттар жайлы не айтылуы мүмкін? Құранда бұлттар жайлы арнайы аят бар. Тіпті найзағай үні немесе күн күркіреу деген сүре бар, яғни Рад сүресі. Аяттың мағынасы: ол сондай Алла сендерге қорқыныш пен үміт үшін найзағайды көрсетеді, әрі ауыр бұлттарды жаратады делінген. Бұл аятта бұлттарды ауыр деп көрсетілген. Неге? Мен осы уақытқа дейін бұлттарды ауадан жеңіл болған үшін ұшады деп ойлаған едім. Бірақ осы аятты оқығаннан кейін бұлттарды зерттеуге көштім. Себебі Алла сөздерін оң-солды қолданбайды. Бұл аятта сахаба сиқал сөзі қолданылады. Мағынасы ауыр бұлт. 20 ғасырдың ортасында метеорология саласы дамыды. Сол саланың ғалымдары бұлттарды зерттеген сәтте бізге мамық сияқты жеңіл болып көрінген бұлттардың салмағы 900 тонна массаға жететіні, және қатты жаңбыр жауған кезде бұлттардың салмағы 300 мың тоннаға жететіні расталды. Және бұл 60 мың пілдің салмағымен пара-пар. Ойлаңызшы, егерде Құранда бұлттарды жеңіл деп сипаттаған болса, қалай болар еді? Бұлттарды зерттеген ғалымдар Құраннан қате тапқан болар еді. Бірақ күнімізге дейін Құранда ғылыми қателік табылмады. Себебі Алланың өзі де рас, сөзі де рас.
рас сөз еш уақытта жалған болмас. Уағызсыз Құран түсіндіремін, парт 5. Өткен жолғы видеода біз Құранда бұлттарды неге ауыр деп сипаттағанын талқылаған болатымыз. Комментарияға бір кісі: Құран Құдайдың сөзі болған болса, онда неге динозаврлар жайлы жазылған ақпарат жоқ? Депті. Брат мой, мен де осы уақытқа дейін математика кітаптарынан динозаврлар жайлы мәтін оқыған жоқпын. Неге? Себебі математика археология сабақ емес. Дәл сол сияқты Құран да тарих кітап емес. Құран біздің ақылымыз жетпеген заттарды түсіндіреді. Ал қалған заттарыңа Құрандағы аят бойынша Сендер ақылдарыңды қолданбайсыңдар ма? делінеді. Ал елестетейік, егер де Құранда динозаврлар жайлы жазылған ақпарат болса, не болар еді? Динозаврлардың шөп жейтіні немесе үлкен болғандығы жазылушы еді. Динозаврлардың сүйектерін кем дегенде 100 жыл бұрын тапты. Оған дейін адамдар динозаврлардың бар болғанын да білмеген еді. Бірақ адамдар жап-жақсы өмірлерін сүрді. Түк етері, динозаврдың адамға, адамның да динозаврға пайдасы жоқ. Ал қазіргі кезекте тау. Құранда 1400 жыл бұрын жазылған таулар жайлы ақпаратты сіз қазір де білмеуіңіз мүмкін. Сондықтан талқылайық. Құранда ұлы жаңалық деген сүре бар, яғни Нәбә сүресі. Нәбә сүресінде таулар жайлы аят бар. Аяттың мағынасы: біз жерді төсеніш етпедік пе, тауларды да қазық етпедік пе делінеді. Я, бұл жерде тауларды қазық деп сипаттаған. Неге? Өздеріңіз білетіндей қазықтың жерге кіретін жері терең болады, әрі ұзын болады. Бірақ тауларды қазық деуге келе ма? Тауларды зерттейтін ғылым орография деп аталады. Сол саланың ғалымдары тауларды зерттеген сәтте былай деді. Джорджи Бедделайри, 19 ғасырдың ғалымы, таулардың астында терең тамыр болуы керек деген ұстаным ұсынды. Және 21 ғасырдың ғалымдарының пайымдауынша әр таудың астында өзінен 10 есе үлкен тамырлары болады екен. Және де Гималай тауы, әлемдегі ең үлкен Гималай тауы примерно 9 километр болған болса, оның астындағы тамыры 80-90 километрге дейін ұзын болады деген пайымға келген екен. Бұл жаңалықты 19 ғасырға дейін ешбір ғылым білмеді. Бірақ Құран 1400 жыл бұрын білді. Демек, Құран адамның емес, тауларды жаратқан Құдайдың сөзі. Уағызсыз Құран түсіндіремін, парт 6. Өткен жолғы видеода Құранда жазылған аят бойынша таулардың тамырлары болатынын зерттеген едік. Ал қазір ежелгі Мысырға өтуіміз керек болады. Себебі қызықтың барлығы сол жақта. Және бүгінгі тақырып алдыңғы видеолардан қарағанда сәл қиынырақ болады. Сол үшін мұқият тыңдаңыздар. Өткен жолы Мысырдағы пирамидаларға бардым. Және пирамидаларды адамдар салмағанына тағы бір рет көз жеткіздім. Әрине, бұл өзімнің ойым. Себебі 5000 жыл бұрын 200 метр биіктікке автобуспен бірдей тастарды көтеру бұлай тұрсын. Пирамидалар геометриялық тұрғыдан кіршіксіз етіп салынған. Және Тутанхамон атты перғауынның мазарына кірдім. Кезінде өзін құдайымын деп жар салған перғауынның қабірі қазіргі уақытта қоқыс жәшігі болып кетіпті. Және ең қызықтысы, 18 ғасырға дейін пирамидаларға қашалып салынған жазу түрлерін қара халық жай сурет деп ойлап келген екен. Барлығы 1798 жылы өзгерді. Наполеон Бонапарт Египетке жорық жасағанда, онымен бірге көптеген ғалымдар мен зерттеушілер барған. 1799 жылы Discovery of the Rosetta Stone табылады. Қысқаша айтқанда, Розетта тасы. Осы тастағы суреттер арқылы ғалымдар ежелгі Египет иероглифтерін оқуды үйренеді. Ғалымдар пирамиданың астындағы тастардан перғауынның өмір баяны атты мәтін табады. Және осы жерін мұқият тыңдаңыздар. Мәтіннің мағынасы: сенің өліміңнен кейін көк пен жер сен үшін жылады делінген мәтін болып шықты. Және бұл мәтін ритуал ретінде 4000 жыл бұрын күнделікті Мысыр халқына оқытылып тұрған. Яғни біз намазда Фатиха сүресін оқығанымыз секілді, олар да осы мәтінді оқыған. Құдай сақтасын, көк пен жер перғауын үшін жылауы мүмкін бе? Құранда тұман мағынасына келетін Духан сүресі бар. Духа сүресімен шатастырып алмаңыздар, соңында Н әрпі бар, яғни Духан сүресі. Бұл сүреде перғауын жайлы аят бар. Аяттың мағынасы: олар үшін көк те, жер де жыламады, және оларға мұрсат берілмеді
делінген. Қараңыз қандай сәйкестік. Яғни Құран түскен уақыт пен Розетта тасы табылып зерттелгенге дейінгі аралық 1000 жыл. Яғни сіз бен мен түсінетін тілде айтқанда, сырым датылу бастаған ұлт-азаттық көтерілісі кезінде пирамидадағы тасқа қашалып жазылған иероглифтерді әшейін сурет деп ойлап жүрген. Ойлаңызшы, осы аятты өтір нүктесімен бірдей етіп 6 ғасырдағы бір адам жазуы мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Демек, Құран адамның емес, Перғауын мен Мысырды жаратқан Құдайдың сөзі.